Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дарбыздың қабығының пайдасы туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап лайк қоюды ұмытпаңыздар. Дарбыздың қабығы өттегі тасты түсіреді. Қазір дарбыздың нағыз пісіп тұрған кезі. Осы бір теңбіл ала өсімдіктің дәмі ғана емес, емдік қасиеті де ерекше екенін білесіз бе? Дарбыз қаны аз адамдар үшін тәттіні дұрыстап қабылдай алмайтын сусамыр ауруы бар жандарға да таптырмайтын сусын. Асқазан қышқылының көбеюіне де дарбыз шырыны жағымды әсер етіп, ішектердің жұмыс қабілетін арттыруға көмектеседі. Бірақ бүйрек жұмысының бұзылуынан болатын аурулар, асқазан, ішектердің ауруларынан іші сұйық болып өтіп жүрген адамдарға көп жеуге болмайды, деп жазады Ауырмаңыз газеті. Ал енді дарбыздың нақты қандай ауруға ем екенін тоқталайық. Асқазан жұмысының бұзылуынан ас қорытуда өзгерістер байқалса, дарбыз қабығын арнайы кептіретін орында қыздыра отырып кептіру керек. Оның 100 граммын 500 миллиграммға қайнап тұрған суға салып, сыртынан жылы орап 2-3 сағат бұқтырады. Осыдан әр жолы жарты стаканнан күніне 5-6 рет ішеді. Емделу курсы 10 күн. Өтке тас байланып, оның жолдары тарылса, 170 грамм дарбыз қабығын 1 литр қайнап тұрған суға салып, эмаль ыдыста ақырын жанған отта 25-30 минуттай шымырлатып қайнатады. Оны 30 минут бұқтырып, күніне 5 рет әр жолы 1 стаканнан ішеді. Емделу мерзімі 7 күн. Егер бауыр ауырып, өт сұйықтығы қоюланатын болса, дарбыз шырыны күн сайын 2 литрге дейін қабылдауға болады. Қан қысымы көтеріліп, ұмытшақ пайда болса, іш қатып, жүрек жұмысы бұзылса да, дарбыз шырыны осы кезде көбірек ішіп жүрген пайдалы. Менің дарбыз жайлы айтайын дегенім осы: табиғи емді дер кезінде пайдаланудың орны бөлек.